Қызылшадан алма қосып салат жасағалы жатырмын. Міне 4 қызылшаны пісіріп қойдым, 2 алма алдым, және сметана алдым. Сметана менің қою. Міне теркадан өткізіп алдым. Міне алмамызды турап алдым. Өте ірі емес, өте ұсақ емес, 4 бұрышты қып. Алмамызды қызылшамыздың үстіне салдым. Енді қазір сметана қосып араластырам. Кішкене тұз салам. Қазір көк пиязды турап, жаңағы салатыма қосам. Көк пиязымыз салдық, енді қазір тағы да араластырам. Қызылшадан жасаған салатымыз дайын болды. Сметананың орнына майонез қосуға болады, немесе сұйық май, оливковый май қосуға болады. Енді өздеріңіз білесіздер.